Мен білмеймін, жоқ па не? Иә қызым, өкінішке орай нағыздың ғана бөлмесі бар. Жарайды, жерге жата саламыз ғой. Иә қыздарым, бұйырса төсек аламыз сосын. Жарайды, мен ана жерге заттарын орналастыра берсем бола ма? Иә қызым, орналастыра берсем болады. Иә қыздарым, орналастыра беріңдер. Айтпақшы? Не айтпақшы? Ана не тәрелерді алдық па біз? Оны қызметшілер келіп тастайды. Жарайды. Мен шаршап кеттік қой. Күтуден ұғып алайыншы. Мен ұғып алайын. Жарайды, мен заттарымды орналастырайын. Айтпақшы мам, біз ертең жаңа мектепке көшеміз бе? Иә қызым, жаңа мектепке көшесіңдер. Иә, айтпақшы оның құралдарында, документтерінде. Бір пердені ашып қойыңдаршы. Не болып кетті өзі? Иә, телевизор қосық. Қазір келетін шығар аналар. Иә, келетін шығар. Біреу келген сияқты барып қарап көрші. Жарайды, қарап келейін. Бұл кім? Мен ғой, апашасыз ба қызметші? Келді. Не апа заттарыңыз? Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы. Кім ол? Қызметші ғой, білмей бір заттарды орналастыра берейін. Жарайды онда. Ой, мен заттарды орналастырайын. Мен ана жаққа. Бұл екеуі обязательно керек болады маған. Ода керек, сок қыздарға істеп берейін. Бұл енді жеке тәрелкелер. Үшеуі бар екен, нормально. Бұл жаққа қойылмайды. Жарайды, ана жерге қоя берейін. Бір кесек жуышып алайын. Жарайды, нормально болса мен заттарды орналастырайын. Не заттарды орналастырып болдым. Енді шай ғана ішіп жіберейін. Так. Продукты бар ма? Ойладым, жоқ қой. Не жейміз қазір? Мам, қарным ашты. Үйде жейтіндім жоқ. Онда заказ ете салайық, пиццаны оны деген сияқты. Бірақ олар зиянды ғой. Енді мама қарны ашып тұр ғой. Жарайды қызым, заказ етейік. Не қызым, заказымыз келді. Барып ана қызды оят. Жарайды. Мен де екеуін шақырып келе берейін. Ұйқы тұрсыш? Не болды, ұйқы бермедіңдер ғой. Пицца жейміз. Пицца? Қандай пицца? Ой, көресің, жүрші бірінші сен. Ал қыздарым, жейік ал. Иә. Баша қазір мен сендер аналардың мектебіне барып айтып көрермін. Мектепке қосылса, яғни. Иә, жаңа мектепке көшеді ғой. Иә. Оны кейін көре жатырмын. Осында біз ертең жаңа мектепке көшуі мүмкінбіз ба? Мүмкін. Мен бірақ қорқам. Неден қорқасың? Мусорға тастай салайық ана жерге. Жеңдер. Додо пиццаның дәмі күшті ше. Біз әлде біткен жоқ. Не қараңдар. Енді тозалықтар салайық. Жарайды қыздар, сендер сабақтарыңды, хотя бір кітаптарыңды оқып жүріңдер, ма? Иә, қыздарым оқып жүріңдер, әйтпесе ертең ұмытып қалып жүресіңдер, масқара деп жүресіңдерді. Жарайды. Мен жинай салшы, сен жарай ма? Нағыз айтсаңызшы. Бітті ғой, сен жинай салықтың ба? Мен қазір кетіп бара жатырмын, алар сендер мектептеріңе. Мақұл. Жақсы. Осыдан продукт әкеліңізші. Жарайды, әкелем ғой міндетті түрде. Қыздарым, мамаларың кетіп қалды. Мен телевизор көріп, немесе кішкентай көзімді ілдіріп алайыншы, жарай ма? Жарайды. Сендер сотқа қарай бермей, оқып жүріңдер сабақтарыңды. Жарайды, оқып жүреміз. Сен жинай алсалшы. Емес, оқойым. Бәрі оқыш. Мен жинауым керек болсын бәрі.
Так, мен ертең сабаққа не? Қандай кітап оқимын? Менде көптеген кітап бар. Жарайды, мынаны оқи салсам, мынаны оқиын. Қызық секілді екен. Чулпан, мен шуным керек. Бұл нәрсе жаңа салған онда. Мен шайды оқып кеткен ғой. Мен де кеттім, өз білмейме. Істеп отырсын, кітап оқып. Соңғы бетіне келдім. Мен папаң қасына барам. Барма, ұйықтап жатыр. Кітап алып бізді оқышы. Бар оқысаш, қасына барып, жаймен оқы бірақ. Іште оқимыз. Мәтіш болу керек. Мынаны оқиыншы. Болды, отырайын. Не болды, мама? Біз мектепке айттыңыз ба? Ертеңнен бастап келсін деді. Сағат 8:00-де сабақ басталады. Жарайды. Мен ұйықтап қалыпты ғой. Жаңа ұйықтап қалған. Жарайды, қызым. Түн болған шығар уже. Түн болады. Зам болды, біз ұйықтайық. Нәкең ана жерде тақапты. Ағзада барып айтшы. Жарайды. Таста кітабыңды. Біз мама келді. Мама келді ма не уже? Мектепке біз енді ертең барамыз ба? Айтпақшы, саған айтты расписанияны. Қазақ тілі. Әдебиет, математика, үш сабақ. Жатырсаш, мен кітабым. Ручка салсаш, болды құрсын. Салып қойын ба енді? Жарайды, онда мен ұйықтайын. Бәріміз ұйықтаймыз. Осылайша бұның бірінші сериясы аяқталды. Екінші сериясын күтіңіздер.